Келесідей санаттағы борышкерлер кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша борыш жүктемесін азайтуға құқылы. Көп балалы отбасылар, асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты төлемдер алатын отбасылар, мүгедек балалары бар, және 18 жастан асқан бала кезінен мүгедек балалары бар отбасылар, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар, жетім балалар, ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған, 29 жасқа толмаған ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. Тұтынушылық қарыз шарттары бойынша жалпы берешек сомасы 3 миллион теңгеден аспауы тиіс. Борышкерлер тізімін қалыптастыру, өтініш берушінің қатысуынсыз мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы жүзеге асырылатын болады. Еңбек министрлігі санаттары бойынша азаматтардың тізімін қалыптастырып, оны мемлекеттік кредиттік бюроға жібереді. Кредиттік бюро екінші деңгейдегі банктермен және микроқаржы ұйымдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, борышкерлер тізімін қалыптастырады да берешек сомасын есептейді. Осы тізімнің негізінде проблемалық кредиттер қоры банктермен және микроқаржы ұйымдармен келісіп жасасып, ақшаны олардың шоттарына аударады. Банктер мен микроқаржы ұйымдар борышкерлерді берешектің өтілгені және берешек қалдығының мөлшері туралы хабардар етеді. Бір қарыз алушының қарыздың жалпы сомасынан 300 мың теңгеге дейінгі берешек өтіледі. Егер отбасының бірнеше мүшесінде кредит болса, яғни қарыз шарттары әрқайсысына бөлек жасалса, онда берешекті өтеу әрбір қарыз шарты бойынша жүзеге асырылады. Мәселен, егер отбасының екі мүшесіне екі кредит ресімделген болса, онда әрбір қарыз шарты бойынша олар 300 мың теңгеге дейін өтеуге құқылы. Яғни, берешекті өтеудің жалпы сомасы отбасының екі мүшесіне 600 мың теңгені құрайды. Сонымен қатар кепілсіз тұтынушылық қарыздары бар барлық азаматтардың 2019 жылғы 30 шілдеге дейін айыппұлдар мен өсімпұлдары кешіріледі. 2019 жылғы 18 қыркүйектен бастап барлық рәсімдер аяқталғаннан кейін берешекті өтеу жөніндегі ақпаратты азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясынан немесе электрондық үкімет веб-порталы арқылы білуге болады. Өз әлеуметтік статусыңызды электрондық үкімет веб-порталынан білуіңізге болады.